Сәлем достар, ең алдымен каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Бүгін сіздермен лечо с капустой жасайтын боламыз, яғни капустамен лечо дайындайтын боламыз. Бізге қажетті заттар: пияз, сәбіз, капуста, қызанақ және болгар бұрышы және дәмдеуіштер. Алдымен пиязымызды, 2 бас пиязымызды осылай ұзынша етіп турап, барлығын турап аламыз. Сәбізді де ұзынша етіп тураймыз, соломка етіп немесе үлкен ірі үкіштің көмегімен өткізіп алсақ та болады. Болгар бұрышында ұзынша соломка етіп турап шығамыз. Капустамызды өте жіңішке майда етіп тураған, өте дәмді әрі жақсы болып шығады. Сіздер де солай жасаңыздар. Енді дәмдеуіштерден бізге лавр жапырағы және қызыл бұрыш, тұз қажет. Және қант. Ең алдымен қазанымызға май құйып, жақсылап қыздырып, пиязымызды сарғайғанша қуырып алатын боламыз. Қызанақты ет тартқыштың көмегімен өткізіп, осындай ыдысқа қойып, газге қойып, үстінен қант, тұз және лавр жапырағы, қызыл бұрышты барлығын салып, араластырып, қайнағанша жай отта ұстаймыз. Пиязымыз қуырылып болғаннан соң, сәбізімізді салып, жақсылап қуырып аламыз. Сәбіз міндетті түрде өте көп қуырылу қажет. Мен кішкене азырақ қуырып қойыппын. Енді қайнап тұрған помидорымыздың үстіне болгар бұрышын саламыз және қуырылған барлық массаны саламыз. Сәбіз, капуста, пияз араласқан массаны салатын боламыз да жақсылап тұрып араластырамыз. Және біраз уақытқа қайнататын боламыз, 45 минуттай. Енді банкаларымызды стерильдейміз, ол үшін осындай мантуалкаға немесе бір ғана ыдысқа салып, булап алсаңыздар болады. Біздің лечомыз дайын болды. Менің лечом бұл өте қоюлау болды. Сіздер қызанақты көбірек етсеңіздер, бұл сұйықтау орташа масса болып шығады. Сондықтан қызанақты өз қалауларыңызша солай көбірек етіп қоссаңыздар да болады. Бұл мен жасаған лечо 1:1 есебінде болды. Барлығын толықтай өлшемін барлығын описанияға жазып қоятын боламын. Дәл осылай болып шықты, өте дәмді болады. Қыстың күні өте күшті салат болады. Міндетті түрде сізде солай жасап көріңіздер. Енді банкамызға барлығын толтырып болдық. Крышкамызды стерильдеп жауып, енді арнайы банка бұрағыштың көмегімен осылай барлығын бұрап бекітіп шығатын боламыз. Барлығын банкаларымызға құйып, қақпағын жауып, осылай дайындап аламыз. Біздің лечоларымыздың барлығы дайын болды. Қолжетімді заттардан жасалынды. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Қысқа арналған өте керемет салаттардың бірі болып табылады. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Рахмет.